Сәлем. Бүгінгі видеода қалампырдың пайдасы мен зияны туралы толық ақпарат береміз. Қалампыр бұл тек дәмдеуші емес, ол денсаулыққа өте пайдалы заттардың бірі. Бірақ оны дұрыс қолдану өте маңызды. Келіңіздер, бірге танысайық. 1. Қалампырдың пайдалы қасиеттері. Алдымен қалампырдың қандай пайдасы бар екенін қарастырайық. Қалампыр дененің барлық жүйесіне оң әсер етеді. Оның құрамында бактерицидті қасиеттер бар, яғни ол бактериялар мен вирустарға қарсы күреседі. Сондай-ақ қалампыр токсиндерді шығарып ағзаны тазартады. Жүйке жүйесіне де ерекше әсері бар. Ол жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіріп, стрессті төмендетуге көмектеседі. Сонымен қатар қалампырдың анальгетикалық ауырсынуды басатын және спазмолитикалық бұлшықеттерді босататын әсері бар. Қалампырдың құрамында С дәрумені мол. Ол иммунитетті күшейтіп, қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларын нығайтады. К дәрумені гемопоэз, яғни қан жасау қызметін жақсартады, сондай-ақ бауыр, өт қабы мен бүйректің жұмысын қолдайды. Балды дәрумені де қалампырда бар. Ол есте сақтауды жақсартып, қандағы глюкоза деңгейін реттеуге көмектеседі. Бұл әсіресе қант диабетімен ауыратын адамдарға өте маңызды. Қалампырды таза күйінде де, шай ретінде де қолдануға болады. Мысалы, бір шынайы қайнаған суға бір ас қасық қара шай, жарты шай қасық қалампыр және жалбыз жапырақтарын қосып, 15 минут бұқтырып ішсеңіз, жүйке жүйеңіз тынышталып, ағзаңыз тазаруға көмектеседі. Қалампыр, гвоздика, аталмыш өсімдіктің арықтау үшін тигізер пайдасы мол. Әсіресе қалампыр тәбетті басуға жақсы көмектеседі. Қалампырды арықтау кезінде түрлі тағамдарға дәмдеуіш ретінде қосқан да артықтық етпейді. Көптеген дәмдеуіштер тәбетті ашатын қасиетке ие болса, қалампырдың керісінше тәбетті басатын кереметтей қасиеті бар екен. Қалампырдан тұнба дайындау үшін бір ас қасық ұнтақталған қалампыр, бір стақан қайнаған су қажет. Қалампырға қайнаған суды құйып 3-4 сағат тұндырып қоясыз. Содан соң тамақтанудан бұрын 1-3 стақаннан жылы күйінде қабылдайсыз, сонда ағзада зат алмасу жүйесі жылдамдап арықтауға ықпал етеді. 2. Қалай қолдану керек? Қалампырды күніне 1-2 түйір шайнау немесе тағамдарға дәмдеуіш ретінде қосу жеткілікті. Бірақ оны көп пайдалану дұрыс емес. Тағамға аздап қалампыр қоссаңыз, денсаулығыңызға пайдасы зор болады. 3. Қалампырдың зияны. Дегенмен қалампырдың зиянды жақтарында ескеру керек. Қалампыр қан қысымын көтеруі мүмкін. Сондықтан гипертониясы бар, жүрек қан тамыр жүйесінде ауыр аурулары бар адамдарға қалампырды шектеп жеу немесе мүлде қолданбау ұсынылады. Менструация кезінде де қалампырды қолдану қауіпті, себебі оның құрамындағы белсенді заттар қанды жұқартуы мүмкін. Видео соңында арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.